Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Арман Жүзбаев, Сарыағаш ауданы номер 4 мамандандырылған мектеп-интернаты информатика және робототехника пәні мұғалімімін. Бүгінгі сіздерде қорғайтын тақырыбым Arduino құрылғыларын қолдану арқылы Smart School жобасын дайындау. Сіздермен бөлісетін жобамыз қазір өздеріңіз білесіздер, ақылды мектептер, ақылды ғимараттар өте ауқымды жүріп жатыр. Енді жобамның өзектілігіне келетін болсам, бірінші орында оқушының қауіпсіздігін сақтау және оқушылардың білім алуына кедергі болатын кез келген мәселелерді жою. Жобаның міндеті, яғни функциялары ақылды шамдар, ақылды суғару, ақылды дабыл қаққыштар, Arduino Uno құрылғылары арқылы жүзеге асыратын боламыз. Және Lego Mindstorms пен ақылды есіктер, карусельный дверь деп айтамыз, соларды жасайтын боламыз, жүзеге асырамыз. Жобаның негізгі мақсаты жалпы балабақшаларда, университеттерде, мектептерде, жалпы білім алушыларға, мұғалімдердің мүмкіншіліктерін кеңейту. Білім алушылардың қоғамға тартуға көмектесетін оңтайлы білім беру жүйесін құру. Ал жобамыздың жаңалығына келетін болсақ, мектебімізді ақылды ғимаратқа айналдыру үшін Arduino өнімдерін қолданамыз. Енді зерттеу әдісі мен практикалық маңыздылығында мынандай этаптардан тұрады. Бірінші, мектебіміздің проблемалық бөліктерін анықтау, одан кейін мәселелерді шешу үшін идеяларды тұжырымдау және Lego EV3 мен Arduino құрылғыларын қолдану, қажеттілікті көрсету үшін олардың жұмысқа жарамдылығын тексеру. Практикалық маңыздылығы робототехника кодтауды оқу әдістерімен мектепте дамыту үшін қолданылу болып табылады. Біздің идеяларды кез келген балабақшада, мектепте, университетте, білім беру орталықтарында қолдануға болады. Енді біздің Smart School'дың функцияларына келетін болсақ, бірінші, яғни карусельный дверь, айналмалы есік, одан кейін ақылды шамдар, тиімді энергия, ақылды суғару және ақылды дабыл қаққыштар. Arduino Uno бөлшектерін қолданды. Қазір ең көп ауқымды дамыған платформа Arduino Uno бөлшектері. Бұл жерде біз ең бірінші платасы бар, өздеріңіз білетіндей. Одан кейін жарық диодын қолдандық, одан кейін фоторезисторды қолдандым, одан кейін пироэлектрик сенсорды қолдандық, одан кейін ылғалдылық сенсорын, түтін сенсоры менен ультрадыбыстық сенсорды қолдандым. Жобамызды біз дайындау барысында оқушылармен бірге жасадық. Сол жақта әртүрлі кез келген біраз қиындықтар туындады. Мысалға, кабельдерді жалғау кезінде, немесе жаңағындай бір-бірінен клей қолданған кезде біраз кейбір қиындықтар мен проблемалар кездесті. Енді функцияларына келетін болсақ, бізде мынау датчик движения деп айтамыз. Бұл жерде бұның жұмысы қозғалысты анықтайды. Яғни адамдар мен жануарлардың немесе кез келген бір қозғалған кезде бұл жерде датчик автомат түрде ол қозғалысты анықтап шамдар жанатын болады. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай, көріп болғандарыңыздай схемасын сызып, то есть жасалған схемасын суретке түсіріп қойдым. Және бұл жерде біздер пинға екінші сандық шығысқа қосылды, ал LED пин, яғни жарық диоды бұл үшінші сандық портқа қостық. И ары қарай бұл жерде, мысалы, бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, мына жердегі мынау функциямыз мінекей мынау тұр. И мына жақта бізде қозғалған кезде уже жарық жанды, өздеріңіз көргендей. Ары қарай келесі функцияға өтетін болсам, бұл жерде ылғалдылық сенсоры, бұл яғни батырылған жердің ылғалдылығын анықтайды. Мынау сенсор жалпы бұны үйде, немесе бау-бақша, теплицаларда қолдануға болады. Бұл суғарған кезде, яғни автоматтандырылған жүйеде қолдануға болады. То есть сіз
аптасында бір рет суғардым ба, топырағымыз ылғалды ма, ылғалды емес па, оны сіз қарап қайта тексеріп жүрмейсіз. Бұны сіз барастан сразу осы Arduino платформасының ылғалдық сенсоры арқылы жұмыс жасауға болады. Мінекей өздеріңіз көргеніңіздей схемасын суретке түсіріп қойып қойдым. Енді мына жақта бізде rain pin дейді, яғни основной портты бізге A0-ге жалғадықтағыны и негізгі екі цветті қызыл мен жасылды, яғни жасылды 6-шы портқа, қызылды 7-ші портқа жалғадық кодтау негізінде. И шектік мәнін 800 деп көрсеттік, яғни 800-ден төмен болған кезінде бұл кезде қызыл жанып тұрады светодиодымыз, ал жоғары болса жасыл жанады. Оны да тәжірибе жүзінде мен сіздерге көрсетейін. Мінекей, мынау бізде ылғалдылық датчигі, және мынау қазір құрғақ болып тұрған үшін жерде қызыл жанып тұр, сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Және біз топырағымызды егер суландырған кезімізде, ылғалдандырған кезде бұл жерде жасыл жанады, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей, қазір мен оны қайтадан сүртіп тазалап қоямын. Мінекей, қызыл жанып тұр. Ал топырағымыз ылғалды болған кезде жасыл жанып тұрады. Бұл яғни автоматтандырылған жүйе, сіз үйде отырып ақ топырағыңыз ылғалды немесе құрғақ екенін бақылап отыра бересіздер. Ары қарай келесі функциямызға өтетін болсақ, бізде ультра дыбыстық сенсорымыз. Бұл диапазон робот үшін керемет сенсор бола алады. Соның арқасында ол нысандарға дейінгі қашықтықты анықтай алады. Кедергілерді айналып өтіп, немесе бөлме картасын жасайды. Сондай-ақ объектілер жақындаған кезде дабыл беруші ретінде сигналдарды береді. Мысалға алатын болсақ, сенсор автопарктерде, көліктердің протектор дейді артқы жағында қолданылуға болады. Мына жақта схемасымен бәрін көрсетіп қойдық. Бұл жерде мына жақтан көрсеңіздер болады. Мінекей, бұл не үшін қажет? Кейбір нәрселерді автоматтандыру мақсатында қолдануға болады. Мінекей, қазір мына жерде объекті жақындаған кезде қызыл мен көк кезек-кезек жанып тұр, яғни алыс болған кезде жай жанады. Ал қатты жақындаған кезде бұның уақыты тез болады, яғни объект қатты жақындап тұр деген сияқты. Осы жерде легонда қосып айтып жібергім келеді. Мынау эскалатор деп алатын болсақ, екінші этажға көтерілетін. Мына жақта объект жақындаған кезде өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай эскалатор айналады, адамдар екінші этажға көтеріледі, немесе екінші этаждан бірінші этажға түседі. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай. Ал жоқ кезде объектіміз автомат түрде тоқтайды. Бұл нәрселердің бәрі не үшін қажет? Бұлар тоқты үнемдеу мақсатында. Әрқашан айналып тұратын болатын болса, көп тоқ кетеді. Ал тоқтап тұрса, ол кезде тоқ күші аз кетеді. Келесіге өтетін болсақ, бізде фоторезисторды айтқым келіп тұр. Фоторезистор бізде өздеріңіз білесіздер, оған түсетін жарық мөлшеріне байланысты қарсылықты көрсететін компонент. Яғни толық қараңғылықта оның максималды кедергісі жүздеген кило омға жетеді тағыны, жарық күшейген сайын қарсылық ондаған киломға төмендейді. Бұл деген сөз не деген сөз? Яғни қатты жарық болған кезде ол свет өшіп тұрады, ал қатты төмен болса, қараңғы болса, то есть ол кезде жарық свет беріледі. Мына жерде схемасын көрсетіп қойдым. Енді кодына келетін болсақ, мен светодиодты, яғни лампаны 13-ші портқа жалғадым. Жарық диодын ары қарай біз 800 деп сан алдық. Яғни аз болған кезде, 800-ден аз болған кезде бұл жердегі біздің жарығымыз жанатын болады. Жақындатып көрсетіңіз болады. Мінекей фоторезисторымыз бізде мынау тұр. Программасымен лампамыз мынау деп есептейік. Қазір жарық болғандықтан бізде ешқандай өзгеріс жоқ. Ал егер қараңғы болған кезде, яғни фоторезистор жапқан кезде өздеріңіз көргендей міне жанды. Жарықта өшті, мында жанды. Өшті, мінекей жанды. Ары қарай келесі функциямызға келетін болсақ, бұл жерде түтін сенсоры деп айтады, немесе жаңағыдай газ. Бұның функциясы не? Бұның функциясы оттегінің
таза немесе таза емес екенін кішігірім анықтайды. Яғни түтінді анықтайды, немесе газдың өзінің бірнеше түрі бар, солардың барлығын анықтайды, немесе кішігірім спиртпен де тексеріп көруге болады. Түтін сенсорының схемасын көрсетіп салып қойдым, және мына жерде коды тұр. Енді бұл жақта қызыл диод пен жасыл диодты қолдандым. Қызыл диодты 12-ші портқа, жасылды 11-ші портқа жалғадым. Және датчикті A5 қойдым. Және оттегінің шектік мән санын 650 дедім. Яғни 650-ден ол төмен болса, яғни 650-ден жақсы болса, ол кезде оттегі дұрыс деген сөз. Ал одан асып кетіп жатса, онда оттегі дұрыс емес. Демалып жатқан ауамыз кішкене құрамы басқаша деген сөз. Мен мына жақта енді сіздерге қазір тәжірибе ретінде көрсеткім келіп тұр. Қазір мына жерде қарасаңыздар, жасылы жанып тұр. Оттегі кішкене дұрыс деген сөз. Ал енді мен қазір мына жерде газбен көрсету керек. Мен жақта кішкене антисептикпен көрсетейін. Кішкене оттегіні өзгертіп не істеуге тырысып жатырмын. Мінекей, қараңыздар, қызыл жанып қалды. Яғни оттегі таза емес деген сөз. Өздеріңіз көргендей. Мінекей, қазір тоқтады. Және ақылды есікті, яғни карусельный дверді тоже легомен қосып қоюға тырыстық. Яғни көп үлкен ғимараттарда білесіздер, есіктер автоматтандырылған түрде әрқашан айналып тұрады, эскалатор сияқты. Немесе біз мына жерде ультразвуковой датчикті қолдандық. То есть жақындаған кезде объектіміз айналады. Қазір мен бұны да көрсетіп қоюға тырысайын. Кодтауына келетін болсақ, яғни бұл жерде циклдік алгоритмді қойдым, және шартты алгоритмда мына жақта адамдар 4 метрден жақындаса, автомат түрде біздің моторчик іске қосылады дағыны, карусельный двер айналып тұрады. Ал егер ештеңе болмаған жағдайда, онда жай ғана дыбыс шығып, іске қосылып тұра береді. Қазір мына жерде мен сіздерге көрсетейін. Мінекей, қазір мына жерде объектіні жақындатқан кезде айналып тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Ал объект жоқ кезде уже тоқтады жұмысымыз. Мінекей. Ары қарай келетін болсақ, енді қорытындылай келе біздер осы жай мектептердің шешуге қабілеті жете бермейтін мәселелерді осы ақылды мектеп арқылы шештік. Білім алушылардың мүмкіншіліктері жай мектептерде өте төмен болғандықтан біз осы жобада білім алушылардың мүмкіншіліктерін кеңейттік. Ал осы идеялардың основной бөлігін Arduino бағдарламасы, Arduino платформасы арқылы жүзеге асырдық. Тіпті бұл мектеп оқушылардың өмірін жеңілдетіп қана қоймай, әлемдік мәселелерді шешуге қабілеті жететініне көз жеткіздік. Біздің жұмысымыздың мақсаты осы Қазақстанның әрбір қаласында заманауи және түрлі функциялармен жабдықталған жалпы білім беру орталықтарын салуға ұсыныс жасадық. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.